Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ардақты бақша егуші қазақтар, баракаллаху фикум. Аллах субхана тағала істеген істеріңізге береке берсін. Біздің ағаштардың қатарына 15 мм диаметрі пластикалық торбалар жүргізген болатынбыз. Әзірге іске қоспағандықтан қоспадық, жалпы мынандай қылып дайындап қойдық. Жалпы мына жерге 200 литрлік бочка орнатып, соған жалғаймыз деген ой болды. Бірақ біздің ниеттеріміз өзгеріп жатыр. Қазіргі істейтін шаруамыз мына жерге мынандай штуцер алдық. Штуцер жалғадық. Сол штуцерге үйге келіп тұрған кранның суын, шлангысын осыған жалғап, мыналарды суарып көруге тәжірибе жасап жатырмыз. Қазір Аллах бұйыртса ағаштардың бойларын 2,5 сверломен тесеміз. 2,5 мм сверло. Осы диаметрдегі тесік жеткілікті болады шығар деген ниетпен иншаллах әрекет етіп көріп жатырмыз. Біріншісін тестік. Біріншісі тесілді. Мына ағаштың түбінен тескен жоқпыз, мына су аққан кезде ағашқа тимесін деп кішкене шетірекке тестік. Сосын дәл шекесінен емес та сәл қиғаштап алдық. Ары қарай бір 2-3 мм. Негізгі жоғарғы деңгейінен 2-3 мм ары қарай алдық. Енді қалғандарында барлығын Аллах бұйыртса тесіп шығамыз. Сосын мына жерге шланг жалғап, кранды ашып, барлық процесін Аллах нәсіп етсе көрсететін боламын. Баракаллаху. Достар, шлангы ар жақтан суды аштық. Алхамдулилля, Аллахтың қалауымен сондай әдемі тәжірибе жүзеге асты деген толық сеніммен айтуға болады. Алхамдулилля. Әуелден осы шлангымен әрбір ағаштың түбіне сүйреп жүретін едік қой. Нан толтырамыз, ол да толып кетеді, жан жаққа ағып кетеді. Немесе әркез бір адам жүру керек болатын болады артында. Бәрі бірдей ағып тұр. Төбесінен тесу керек болады, себебі астынан тессеңіз бірінші қатарлар бар ғой, ағып баставатқан қатарларға қысым қатты болуы мүмкін, арқа жақтарына жайлақ болуы мүмкін. Сол себептен төбесін тессеңіз, бірінші тұрбаның әбден іші толы болады судан. Сосын деңгейі көтерілгесін бірдей атқылайды иншаллах. Осы тәжірибені қолдансаңыздар болады. Алдағы уақытта қашанда иншаллах. Қазір 21 ғасыр Android құрылғылар шығатын болса, насостарды, мынаған қосып қоясың, интернет арқылы бір тоқ беретін бір бірдеңелер ойластыру керек па. Шыққанда шығар, енді бізге пока ондай. Халыққа қарап істейміз ғой. Сондай құрылғылармен істеуге болады. Аллаху акбар. Жақсы ағып тұр, алхамдулилля. Сондай олу ағатын болса. Қазір айтпақшына кран кішкене қысыңқырап көрейінші қалай болар екен. Мүмкін жайлап аққызғың келетін болса, кранды ашып жапқан сайын қатты жай ағады. Бірдей атқылайтынға қарап тұрыңыз. Қайтып қалды. Қайттан бірдей ағып отыр. Достар, тағы айтып кететін жағдай осындай тәжірибелер бар. Жалпы тұрмыстық жағдайларда көп қолданатын тәжірибелерді онлайн бақылағыңыз келетін болса, менің инстаграм парақшамыма тіркеліп кетіңіздер. Шеберхана астың қызықша KZ деп терсеңіз, дәнекерлеуші видеоблогер деп шығады. Сол арқылы өтіп, осындай тәжірибелерді онлайн бақыласаңыздар болады. Және де YouTube арнамыз бар, ол да солай аталады. Оған да кіріп көп пайдалармен бөліссеңіздер болады. Баракаллаху фикум.